Біз әлгінде өткен алфавит деп аталатын сабағымыздың жалғасын көрейік. Міне осы 42 әріпте қазақ тіліне тән дыбыстар 9. Құрметті оқушы, осы қазақ тіліне тән дыбысты тағы да менімен бірге іштей қайталап шық және жаттап ал. Ә, ө, ә, о, Ö, G, Q, ың, Х. Байқап отырсың ба? Мынандай дыбыстарды сен орыс тілінен енген сөздерде кездестірмейсің. Себебі орыс тілінің алфавитінде бұл әріптер жоқ. Бұл біздің қазақ тіліне тән дыбыстар. Сонымен бірге біздің 42 алфавитіміздің ішінде орыс тілі арқылы енген сөзде ғана кездесетін дыбыстар бар екен. Олар В, Ф, Ц, Ч, Ё, айыру белгісі және жіңішкелік белгісі. Назар аударып байқап қарасаң, құрметті оқушы, осы дыбыстар біздің төл сөзімізде кездеспейді. Тек орыс тілі арқылы енген кірме сөздерде ғана біз осы дыбыстар мен таңбаларды байқаймыз.